Бәріңізге сәлем. Сіздер Кит спорт арнасындасыздар. Бүгін өтіп бара жатқан спорттық апталығының қорытындысын шығарамыз. Хоккейден бастайық. Алматыда 2018 жылы туған командалар арасында Алматы Bears Cup 3 күндік хоккей турнирі аяқталды. Жеңіс үшін 5 алматылық команда Стрижи, Динамо, Тенгри, Медведи 2018 және сырттай сынға түскен Медведи 2017. Сондай Қарағандыдан келген Юнус командасы таласты. Барлық 3 ойын күні тартысты күресте өтті. Турнир қорытындысы бойынша бірінші орынды Медведи 2018 иеленді. Күмісті Стрижи жеңіп алды. Ал үшінші орынды Қарағандылық Юнус командасы иеленді. Жекелеген ойыншылардың жетістіктерін бөлек атап өтейік. Медведи командасынан Тұраш Саян турнирдің үздік қақпашысы болып танылса, Динамодан Ералы Омар үздік қорғаушы атағын алды. Ең көп шайба соққан Стрижи командасынан Илья Храмов, ал ең мерген ойыншы атағы Юнус командасынан Эльнур Юсиповқа бұйырды. Медведи командасынан Арнур Батырхан үздік ассистент атанды. Ал турнирдің басты ойыншысы MVP болып Тенгри командасынан Оспан Қанапия танылды. Астанада 2017 жылы туған командалар арасында 6 ұжым қатысқан KZ Open атты тағы бір хоккей турнирі өтті. Жеңімпаз Kings 2018 командасы аталды. Күмісті Барыс 3 жеңіп алды. Ал қола Петропавлдың құлагеріне бұйырды. Балалар хоккейінің жаңа маусымы қарқын алуда, және бірінші турнирлерге қарағанда ол оқиғаларға толы болады деп уәде береді. Халықаралық турнирлер балалар хоккейінің маңызды бөлігіне айналып келеді. Олар жас спортшыларға ірі жарыстардың алғашқы тәжірибесін алуға, әртүрлі елдердің командаларымен кездесуге, басқа хоккей мектептерімен танысуға және өздерін бапкерлер мен скауттардың алдында көрсетуге мүмкіндік береді. Осындай кезекті мүмкіндік биыл күзде Түркияда пайда болады. 15-17 қазан аралығында онда халықаралық балалар хоккей турнирі өтеді. Ұйымдастырушылар командалар мен құрамаларды селектерді қатысуға, халықаралық матчтарда өз күштерін сынап көруге және ұмытылмас спорттық тәжірибе алуға шақырады. Орындар саны шектеулі. Ал енді футболдан бір оқиға. Аслан Ахмеджанов сәтті іріктеуден өтіп, Орталық Азиядағы Атлетика Мадрид халықаралық футбол академиясында оқуға грант алды. Конкурс күрделі болды. Шамамен 2000 қатысушының ішінен финалға 70 футболшы жетті, ал академия тек 20-сын таңдады. Аслан үздіктер қатарына еніп, 5 жылдық келісімшарт бойынша тегін оқуға ие болды. Оқу құны айына шамамен 1 миллион теңгені құрайды. Аслан футболмен ерте балалық шағынан айналысады. Ол Қамысты аудандық балалар мен жасөспірімдер мектебінен бастады. Кейін Тобол 2014 клубына түсті. Соңғы 1 жыл бойы жас футболшы Қостанайда тұрып жаттығады. Қазақстандық дзюдо құрамасы да мықты бастама жасады. Эквадорда юниорлар арасында дзюдодан әлем чемпионаты басталды. Қазақстандық дзюдошылар 5 медаль жеңіп алды. 1 алтын, 2 күміс және 2 қола. 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде әлем чемпионаты Ғабит Расулхан аталды. Күміс медальдарды Адилжан Нұрбекен мен Адия Жанахмет жеңіп алды. Қола жүлдегерлер Бекарыс Құдайберген мен Ахмет Баубек атанды. Оңалту спорт саласынан да жақсы жаңалықтар бар. Астаналық ат және ұлттық спорт түрлері клубында арғымақ иппотерапия бойынша сабақтар жалғасуда. 2026 жылдың басынан бері оларға 586 адам келді. Бағдарлама 2023 жылдан бері жұмыс істейді. Бүгінде сабақтар Астана тұрғындары мен Жансая, Шарапат және Нұрлы жүрек әлеуметтік орталықтарының қызмет алушылары үшін өтуде. Бағдарламаға деген қызығушылық тұрақты түрде жоғары. Тек 2025 жылдың өзінде клубта ерекше қажеттіліктері бар 2470 бала иппотерапиядан өтті. Сабақтар басталмас бұрын әрбір бала тексеруден өтеді. Содан кейін мамандар жеке оңалту жоспарын құрайды. Қойын спортында осы аптада жарыс жетістіктері де болды. Алматының орталық ипподромында қазақы жылқы тұқымдары мен бәйге түрлері бойынша Қазақстан чемпионатының іріктеу кезеңі өтті. Жорға дисциплинасы бойынша 9 шақырым қашықтықта Астана спортшылары 1 және 2 орындарды иеленді. Алтынды экспресс лог сәйгүлі
күмісті Қаратал жеңіп алды. Командаға жуырда ғана қосылған және алғашқы сартардың бірінде екінші орын алған 13 жасар шабандозды бөлек атап өту керек. Жас қорытындысы бойынша команда бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарында жолдама алды. Келесі старт 29 тамызда Алматыда өтеді. Содан кейін спортшылар Қырғызстанға аттанады. Бүкіл әлемдік көшпенділер ойындары 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында өтеді. Қазақстандық велогоншылардың жетістіктері де назардан тыс қалмайды. Өткен аптада тректегі велоспорт бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық чемпионаты басталды. Бірінші күні спортшылар командалық дисциплиналарда медальдарды сарапқа салды. Ерлердің 4 шақырымдық командалық жарысында Қарағанды облысы жеңіске жетті. Күміс Астанада, қола Қызылорда облысында. Әйелдердің 4 шақырымдық командалық жарысында да Қарағанды облысы жеңіске жетті. Екінші орынды Жетісу облысы, үшінші орынды Астана иеленді. Юниорлар арасындағы командалық спринтте алтынды Астана жеңіп алды. Күміс Жетісу облысы, қола Батыс Қазақстан облысы. Юниоркалар арасында Павлодар облысы жеңіске жетті. Екінші орынды Қарағанды облысы, үшінші орынды Астана алды. Осымен спорттық қорытындылар аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Спорт арнасына жазылыңыздар, лайк басыңыздар және шығарылымды достарыңызбен бөлісіңіздер. Жас спортшыларды қолдайық және де олардың жетістіктерін бізбен бірге қадағалаңыздар. Келесі рет кездескенше қош болыңыздар.